Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Мағжан Жұмабаевтың өмірбаяндық деректеріне көз салсаңыз, оның отбасылық өмірінің қайғы-мұңға, қайшылыққа толы болғанын байқар едіңіз. Қайғы-мұң дейтініміздің де өзіндік себебі бар. Ақынның алғашқы некелі жары Зейнеп. Мағжантанушы ғалымдардың бірі Хамза Абдуллин Мағжанды 1915 жылы үйленді деп есептесе, қалған ғалымдар 1916 жылы отбасын құрғанын айтады. Қалыңдығы Зейнеп Қызылжардағы ауқатты азаматтардың бірі Шоқан Тастеміровтің Хадиша дейтін бәйбішесінен туған. Ал Хадиша Шоқан Уәлихановтың туған інісі Жақып Төренің қызы. Зейнеп адамгершілікті жоғары бағалайтын, ер сыйлайтын, ауыр мінезді, сабырлы жан болады. Бұл Мағжан отбасының ынтымақты болып тұруына үлкен әсер етті. Олар Омбыда тұрған кезде қазақ мұғалімдерін дайындайтын курс ашылып, Мағжан оның директоры болып тағайындалады. Кейін бұл курс Қызылжар педучилищесіне негіз болады. Мағжан 1916 жылы Зейнепке үйленгенімен 1919 жылға дейін перзент көрмеген. Зейнепті кей деректерде Зәйни деп те атайды. Зәйни мен Мағжанның 3 жылдай сәби сүймеуінің себебін ақынның түрмеде өткізген жылдарынан деп көрсетеді ғалымдар. Зәйни 1919 жылы 10 ақпан күні баладан қайтыс болады. Зәйни қайтыс болған күні Мағжан Омбыда жүр екен. Бекен өзінің Мүслім дейтін үлкен баласын пойызбен дереу Омбыға жібереді. Ол Омбыға таңертеңгі пойызбен барады да, кешкі пойызбен Мағжанды алып келеді. Сөйтіп Мағжан сүйген жары Зәйниді өз қолымен жерлейді. Зәйниден Граждан деген ұл сүйеді. Өкінішке қарай, сәбиі де араға жыл салып, қатыгез ажалдың қармағына ілінеді. Зәйниге деген махаббат толғаныстарын ақын жырларынан табуға болады. Мағжан Жұмабаевтың екінші жары Зілиха Жұмабаева. Зілиха Жұмабаева 1894 жылы қаңтар айының 26-сында Қызылжар қаласында дүниеге келген. Әкесі Құрманбай, анасы Жәмиля, інісі Сабыржан. Әкесі Зілиханың 5 жасында дүние салады. Қызылжарда қазақ мектебінің болмауынан Зілиханы татар мектебіне оқуға береді. Оқуды өте ыстық ынтамен оқыған ол, татар, орыс, араб тілдерін жақсы игеріп, оқушы құрбыларының алды болады. Бірақ бұл қуанышы көпке бармайды. Ол 6 сыныпта аяқтағаннан кейін анасы Жәмиля оны мектептен шығарып алып, үйде ас пісіруге, киім тігуге, кесте тоқуға үйретеді. Кешкі демалыс сағаттарында сыртқа шығып қыздармен ойнайды, гармон тартып үйренеді. Әсіресе ол гармонды жақсы тартатын. Өзімен бір бөлмеде тұратын Ғанипа деген қыздан гармон тартуды үйреніп жүрді. Осындай кешкі сауықтардың бірінде көрші Мағжан Дулатұлының үйіне келіп, орыс тілінен сабақ оқып жүрген жас Мағжан терезеден Зілиханы көріп, оған ынтызар ауады. Уфаның Ғалия медресесіне түсуге дайындалып жүрген Мағжан бір күні нағашысының үлкен баласы Ғалымжанға мына хатты Зілихаға апарып бер деп тапсырады. Ол хат мынадай: қарындас Зілиха, осы хатты алғаныңызды білдіріп, хат жазуыңызды күтем. Мен биыл оқуға кетем, егерде көңіл қосып, мақұл көрсеңіз, менімен кетуге қалай қарайсыз? Мағжан, 1910 жыл шілде. Бұл хатқа жауап бере алмаған Зілиха ретін тауып, көңіліне Мағжан ұнайтындығын да айта алмай масасы кетеді. Мағжан қыздың хатты алғанына іштей риза болады да, Уфаға оқуға түсуге жүріп кетеді. Ол Ғалия медресесіне оқуға түседі. 1913 жылы қаңтар айының 23 күні анасы Зілиханы өзі сүймеген, сырласпаған Хасан Мұхамедияров деген башқұрт жігітіне тұрмысқа береді. 1919 жылы Хасан сүзек ауруынан Ақмолада қайтыс болады. Бір жылдан соң қазан айында Зілиха күйеуінің жылын өткізіп Қызылжарға, Төркін жұртына қайта көшеді. Мағжан Жұмабаев алғашқы бала жасынан сүйген Зілиханы ұмытпайды.
оның жолдасының өмірден өткенін және Зылиха үйіне қайтып келіп отырғанынан сырттай хабардар. Ол Рабиғаны, Зылиханың досын ертіп, бір күні Зылихаға көңіл айтуға келеді. Сол жылы Мағжан Жұмабаевтың ұйымдастыруымен қазақ жастарына арналған Кир клуб атты жас өнерпаздар клубы ашылады. Зылиха да аталмыш клубқа мүше болады. Кир клубты ұйымдастыру жұмысы қызу жүріп жатқанда, Бостандық туы газетінің Омбыға көшуіне байланысты Мағжан да сонда ауысуға мәжбүр болады. Мағжан кеткен соң-ақ Зылиха клубқа баруын тоқтатады. Алайда Омбыда ашылатын Сібір Қазақстан халықтарының съезіне Зылиха Қызылжардың Кир клубынан делегат болып сайланады. Мағжан мен Зылиханың түрлі себептермен екеуінің Қызылжарда неке қиюға, ЗАГСке отыруға мүмкіндіктері болмайды. Екі жақтың ата-анасы екі жастың қосылуына қарсы болады. Өйткені олар туыс еді. Зылиханың әкесі Құрманбай, Мағжанның шешесі Гүлсімнің әкесі Әшірбекпен бір туған. Зылиха 28 жасында, Мағжан 29 жасында қол ұстасып Орынборға пойызбен аттанады. Орынборда жолдастарының үйлерінде 3 күн аялдаған Мағжан мен Зылиха енді Ташкентке аттанады. Бұлар Ташкентке келген бетте Мағжанның педагогика атты кітапшасына, сондай-ақ бірнеше өлеңдеріне қаламақы алады. Және бұл оларға үлкен материалдық көмек болады. 1922-24 жылдары Мағжанның отбасы Ташкент қаласында тұрады. Ақынды шын сүйген сұлудың өміріндегі жаңа кезең бақытқа, сүйіспеншілік, қуанышқа толы кезең басталады. Мағжанға 1929 жылы жазықсыз жала жабылып, түрмеге қамалады. Содан Карелияға жер аударылады. Зылиха Максим Горкийге араша түсуін сұрап хат жазады. Горкийдің және оның әйелі Пешкованың араласуымен 1936 жылы айдаудан босап шыққанымен қайта ушыққан репрессия тырнағына ілініп, жазықсыздан жазықсыз 1938 жылы 19 наурызда ату жазасына кесіледі. Зылиха Құрманбайқызы жазықсыздан жазықсыз түрмеге қамалған күйеуінің жоқтаушысы, жанашыры бола білді. Кейін әдеби мұрасының шырақшысына айналды. Зылиха апай енді Мағжанның әр кездегі баспасөз беттерін көрген әдеби мұрасын іздестіруді, жинастыруды қолға алады. Осы мақсатпен ол Алматы, Ташкент, Қызылорда, Орынбор, Москва, Ленинград, Омбы, Петропавл қалаларына барып мұрағаттарды ақтарады. Көз майын тауысып, біраз дүние жинайды. Ол өзінің бүкіл ғұмырын Мағжанның адалатын халқына қайтаруға арнады. Зорлық-зомбылықты, азапты сүйгенмен бірге шекті. Зылиха Құрманбайқызы 97 жасында дүние салды.